Біздің тәрбие сағатымыздың басты мақсаты бүгін біз балалар сендермен бірге қоршаған ортаға деген махаббат құндылықтары жайлы түсінігімізді кеңейтеміз. Табиғатты сүюді, қорғауды, табиғат анаға сүйіспеншілікпен қарауды үйренеміз. Балалар, жалпы табиғат дегеніміз не? Оларға нелер жатады? Тамаша, әрине, ауа, су, өсімдіктер және жануарлар, балықтар, құстар, бұның барлығы табиғатқа жатады екен. Бұл адамды аялашы, қорғашы, өзің туып, өзің өскен ортаны, келе жатыр талай сәби өмірге, ең болмаса сонан жай ойлашы. Ал ендеше балалар, біз бірінші аялдамамызда тіршілік атаулының бар арманы ауа деп аталады. Табиғат байлықтарының ішіндегі тіршілік атаулының өмір өзегі ауа. Ауаны ластамау әрқайсымыздың борышымыз. Табиғатты қорғау үшін бәріміз күресейік. Бір ағаштан егейік, текке отырмай жасымызбен кәріміз, таза ауа үшін терімізді төгейік. Ал тіршілікті сусыз елестету мүмкін бе? Қалай ойлайсыңдар? Ал ендеше екінші аялдамамыз тіршілік көзі су деп аталады екен. Судың қаншалықты маңызы бар екенін бірге білейікші. Табиғаттың көркін ажарландырып, жер бетін саялы баққа айналдыратын байлық көзі су, ал табиғаттың әдемілікке бөлеп тұратын ол не? Иә, тамаша, табиғатты әдемілікке бояп тұратын ол өсімдіктер. Келесі біздің үшінші аялдамамыз табиғат байлығы өсімдіктер деп аталады екен. Табиғат байлығының бір тобы жер бетіндегі әдемі өсімдіктер. Олар туралы не айта алады екенбіз? Өсімдіктер, ағаштар табиғатымызды түрлендіріп тұрған түкті кілемдер сияқты. Халқымыз өсімдіктерді өмір өзегі деп алып, одан қамқорлығын еш аямаған. Әдемі табиғатымызды әсем әнге бөліп тұратын нелер? Тамаша, құстар. Олай болса, келесі біздің аялдамамыз орман және құстар деп аталады екен. Бұл туралы не айтылады екен? Табиғаттың сәні де, әні де қалықтай ұшқан құстар. Олардың әсем әндері бойымызды балқытып, еріксіз еліктіреді. Олар біздің қанатты достарымыз. Олар табиғат сақшылары, егістіктің бау-бақшаның сенімді серігі. Сондықтан ата-бабамыз құстарды қадірлеп құрметтеген. Табиғаттың сәнін келтіретін тағы да нелер бар екен? Иә, олар жануарлар. Ендеше келесі біздің аялдамамыз табиғаттың сұлу мүсіні жануарлар деп аталады. Табиғаттың сұлу мүсіні көркін келтіретін жануарлар. Халқымыз ежелден-ақ жануарларын көзін қарашығындай алып, қамқорлыққа алған. Сүйіп табиғатты аялайық, біз одан жақсылықты аямайық. Ана да табиғаттың аясында жадырап жас балаша демалайық. Енді келесі балалар, жұмбақты шешуге берейік. Атайын десем ауыр кілем, аттайын десем тәуір кілем. Бұл не болуы мүмкін балалар? Жер өте тамаша. Келесі жұмбағымыз. Таңмен көзін ашады, әлемге нұрын шашады. Әлемге нұрын шашатын не бізде? Күн, тамаша. Келесі біздің жұмбағымыз. Дектейді, зырлайды, артқа мойын бұрмайды. Бұл өзен екен. Бәрекелді, біз жұмбақтың барлығын шештік. Ал енді балалар, бүгінгі тәрбие сағатымызды қорыта келе, табиғат бүкіл тіршілік атауының алтын ұясы және аялы бесігі, құтты қонысы мен өнер мекені. Табиғат адамға қажет, баға жетпес байлық, ырыс пен мол қазынаның қайнар көзі. Сондықтан халқымыз табиғат адамзаттың өмір нәрі қажеттінің табарлық бәрі сонда деп тәріптеген.